Табиғаттың тәттісін шыныға сақтап қоямыз. Баршаға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қыстың күні қасықтап жейтін тамаша өте тәтті шие вареньесін дайындаймыз. Дұрыс стерилизациялау, банканы дұрыс жабу, шие вареньесін дұрыс қайнату. Әрине, рецепт ұнаса жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар және каналға тіркеліп өтіңіздер. Бүгін біз 5 кг шиеден 7 литр варенье жабатын боламыз. Ең алдымен шиені жақсылап жуып аламыз. 2-3 рет және де артық қоқыс, жапырақ шөптерінен тазалап аламыз. Жуылған шиені үлкен шараға саламыз. Енді бірге бір етіп 5 кг шиеге 5 кг қант қосатын боламыз. Және қолдың көмегімен жайымен араластырып шығыңыз. Дәл осылай 5-6 сағатқа қалдыру керек. Немесе уақытыңыз тығыз болса, жарты сағаттан соң қайнатып бастауға болады. Бізде уақыттың тығыздығына байланысты жарты сағаттан соң қайната бастадық. Ол үшін қосымша 1 стакан су қостық. Шамамен 200-250 мл. Шиені оттың үстіне қоямыз және де қайнатқанға дейін күтеміз. Қайнауы әп-сәтте, сондықтан алысқа кетіп қалмаңыздар, себебі шиеңіз тасып кетуі мүмкін. Осылай араластырып отырамыз. Өнеки шиеміз бұрқылдап осылай қайнауы қажет. Қайнау барысында шиенің бетіне ақ көбігі шығады. Шамамен 5 минут қайнатып, сосын газды өшіреміз. Шие вареньесі кішкене суыған кезде көбігін алып тастаймыз. Қасықтың көмегімен аламыз. Және де осы процесті біз 3 рет қайталайтын боламыз. Яғни суыған кезде қайтадан оттың үстіне қоямыз, қайнатуға жеткіземіз, шамамен 5 минут қайнатамыз, сосын қайтадан суыған соң көбігін аламыз. 3-ші рет дәл солай жасағаннан кейін банкымызды жабуға кірісеміз. Варенье жабуға негізі 1 литрлік банкалар өте ыңғайлы. Банкаларымызды алдын ала жақсылап жуып алыңыздар. Жақсылап жуып 2-3 рет шайып, сосын оларды төңкеріп қоямыз. Біз 1 литрлік 1 банка және 2 литрлік 3 банкаға жаптық. Банка жабар алдын міндетті түрде стерилизация жасаймыз. Ол үшін шәугімдегі қайнап тұрған судың үстіне банкамызды төңкеріп қоямыз, 15 минуттай ұстаймыз. Ал стерилизациядан өткен банкамызға вареньемізді құйып жабамыз. Банкамызды толтырып құямыз, себебі бос кеңістік қалмауы қажет, ауа кірмеуі қажет. Егер бетінде көбігі қалып кетсе, оны қасықпен алып тастаңыз. Банканың қақпағына біз қайнаған су қосып, оны да стерилизациялап алдық, сосын вареньенің үстіне жауып, банкамызды жауып аламыз. Өзіңізге ыңғайлы банка жапқышты қолданыңыз. Біздің банка жапқыштың жұмыс істеу принципі мынадай, яғни соңына дейін айналдырамыз, сол кезде ол жабылған кезінде тоқтайды. Тексеру үшін артқа бұрап тағы да бұрап тексеріп аламыз. Варенье жапқан кезде компот секілді төңкеріп, бетін жауып қоюдың керегі жоқ. Тек осылай түрегеп қоятын боламыз. Міне біздің 5 кг шиеден жапқан 7 литр банкымыз дайын. Рецепт ұнаған болса, парақшама тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.